Арал қаласы Ұзақбай Қараманов атындағы номері 262 мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бастауыш сынып мұғалімі Тулесинова Нұргүл Кемалбайқызы. Жаратылыстану пәні 1-ші сынып. Сабақтың тақырыбы өсімдік бөліктері. Оқу мақсаты өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажырату. Балалар, сен бүгін өсімдік бөліктерімен танысасың. Өсімдік бөліктерінің қызметін түсінесің. Тұқымдардың қалай өнетінін білетін боласың. Ендеше бейнефильмге назар аударайық. Ай мектеп. Дана, сен шөптердің тамырын қалдырып, сабағын ғана жұлып жатырсың ғой. Сіз қалай жұлып жатырсыз? Міне, шөпті тамырымен жұлу керек. Тамыр өсімдіктің жер астындағы бөлігі. Мынау сабағы, мынау жапырағы, ал мынау гүлі. Не себепті шөпті тамырымен жұлу керек? Себебі өсімдіктер тамыр арқылы топырақтан қорек пен ылғал алады. Өсімдіктің өсуіне қажетті заттар тамырына жиналады. Біз еккен сәбіздерге басқа өсімдіктер кедергі келтірмес үшін оларды жұлып тастап жатырмыз. Өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі болады. Өсімдіктер әртүрлі бөліктерден тұрады. Олай болса, қайталайық. Өсімдік мүшелеріне тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жемісі жатады. Өсімдіктің әр мүшесінің атқаратын қызметі бар. Тамыр өсімдіктің топырақтағы бөлігі. Өсімдікке қорек береді. Сабақ өсімдіктің барлық мүшелерін байланыстырып қорек таратады. Сабақтар қатты, жұмсақ, иілгіш, сынғыш болады. Жапырақ қорек жасайды, суды суландырады. Жапырақ өсімдіктің тыныс алатын басты мүшесі. Бүгіннен бастап біз өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, жемісі, тұқымы туралы білеміз. Барлық өсімдіктердің бөліктері бірдей аталады. Олар пішініне, мөлшеріне, түсіне байланысты ерекшеленеді. Шыршаның сабағы жуан, жапырағы қылқанды, жүзім сабағы жіңішке, жапырағы жалпақ, тұқымы да әр түрлі. Бақша өсімдіктері қызанақтың гүлі ұсақ, сары, жемісі қызыл. Қиярдың гүлі де сары, бірақ жемісі жасыл. Асқабақтың тұқымы да ірі, гүлі де ірі, жемісі де ірі. Өсімдік түрі ағза, үнемі өседі, өзгереді, жапырақ жаяды, гүлдейді, түйіндейді, жеміс береді. Сондықтан да өсімдіктің барлық бөліктері маңызды. Балалар, мынау алма жемісі. Алма жемісінің ішінде не бар? Тұқым. Тұқым өсімдіктердің көбеюіне және таралуына арналған мүше. Балалар, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді тексерейік. Мына өсімдіктің қай бөлігі жетіспейді? Дұрыс, гүл жетіспейді. Ал мына өсімдіктің несі жоқ? Мына өсімдіктің жапырағы жоқ. Келесі өсімдіктің қай бөлігі жетіспейді? Дұрыс, сабағы жетіспейді. Жарайсыңдар балалар.
Есте сақта. Өсімдік бөліктері тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс және тұқым. Балалар, өсімдіктер жақсы өсу үшін жарық пен жылу қажет. Күн сәулесінің әсерінен жапырақтарда қоректік заттар пайда болады. Олар өсімдіктің өсуіне көмектеседі. Өсімдіктер өсу үшін құнарлы топырақ қажет. Олар топырақтағы қоректік заттарды бойына сіңіреді. Ал енді келесі бейнефильмге назар аударайық. Балалар, зерттейік, тұқымдар қалай өнеді? Жаңа бейнефильмнен көргендердей, үй жағдайында да пиязды өсіруге болады. Сендер де өсіріп көріңдер. Пияздың жем тамырын су құйылған стаканға сал, стаканды терезе алдына жарық түсетін жерге қой. Күнде бақылап, су құйып тұруды ұмытпа. 3 күннен кейінгі және 6 күннен кейінгі байқаған өзгерістің суретін салыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, жапырақтың суретін салып, жасыл түске боя. Сұрақтарың қалса, жапырақты сары түспен боя. Сабақ түсініксіз болса, жапырақты қызыл түске боя. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.